осыдан бірнеше жыл бұрын мектептердегі вахтерлардың орнына кәсіби лицензиясы бар күзет ұйымдары енгізілді. Расымен енді жасы келген вахтерларды осындай арнайы азаматтарға ауыстыру дұрыс деп ойладық. Бұл дұрыс шешім сияқты болып көрінген, бірақ не өзгерді? Ашығын айтқанда ештеңе өзгерген жоқ. Вахтер деген сөзді күзетшіге ауыстырдық, ал іс жүзінде сол баяғы адамдар, аты өзгерді, зат өзгермеді. Көп жағдайда 60-тан асқан апа-аталар, жаңа біздің әріптестеріміз бұған жақсы тоқталып өтті. Неге? Өйткені тендерді ең арзан бағаға ұсынған күзетші компания ұтады. Олар кімді жұмысқа алады? Дайындықсыз, зейнеткер, жиі ауысып тұратын, кейде бейресми түрде істейтін адамдарды жұмысқа алады. Енді әрине шаштараз бен дүкенді күзету ол бір, ал мектепті күзету ол басқа. Бірақ мектепке келетін адамдар мектептің өмірін түсінбейді, балалармен қалай жұмыс істеу керек екенін түсінбейді, тіпті мұғалімдердің түрін де білмейді. Сондықтан олар жиі ауысып отқанда мектепке бұл өте ауыр бүгін тиіп жатыр. Күзет агенттіктеріне қойылатын талаптарда өте тым әлсіз. Жасына, денсаулығына, кәсіби дайындығына нақты талап бүгін жоқ. Құжатта бір адам көрсетіледі, іс жүзінде басқа адам. Олар жаңа мен айтқандай, тіпті ай сайын ауысып отырады, тіпті мектептегі директорлерде, мұғалімдерде оларды танып үлгермей жатыр. Енді көбіне бір ғана күзет постына ақша бөлінеді, ал мектепте 1000-жарым, кейде 2000 бала болса, кіріп шығатын 2-3 есік, 4 есік бар кіріп шығатын балалар. Бастауыш балалар бөлек кіреді, үлкен сыныптағы балалар бөлек есіктен кіреді, бірақ сол бөлінетін штаттық бірлік тек қана біреу.